Қайырлы кеш әріптестер. Осы Плейкерс бағдарламасын салғаннан кейін біраз адам кішкене дұрыс түсінбеген сияқты. Оқушылар қалай жауап береді дейді. Мысалы, жаңағы сұрақты көргеннен кейін оқушы мына бір саны деп тұрған, ол сіздің оқушыңыз. Мен алдында айттым, әр оқушыға осындай 1, 4, 2, 3 деп беріледі. Осы цифр арқылы әр оқушыға өзінің номерлерін беруіңіз керек. Мысалы, бір цифры кімде алдында мен түсіндірдім. Сол арқылы сіз бір цифр, мысалы, Айжанға бересіз. Айжан алады да, сіз жаңағы сұрақ экранға шыққан кезде, мысалы, жауапты Айжан В деп белгілейтін болса, осылай жауапты В жауабын былай көтереді. Немесе ол ойлайды, А жауабы дұрыс шығар десе, онда А жауабын былай көтеріп телефонға сканерлегенде осылай көрсетеді. Дәл сол секілді, міне 3-ші, 4-ші оқушылар да дәл осылай жауап береді. Мысалы, екінші оқушы, мысалы, Мөлдір. Мөлдір сұрақтың жауабын, мысалы, Д деп ойлайды. Д деп ойласа, ол осылай Д жауабын, мына тұрған Д-ны жоғары қарап көрсетеді. Міне, көріп тұрсың, осыны жоғары қаратып көрсетеді. Міне, Д жауабы дұрыс деп ойлайды. Ал, мысалы, 3-ші оқушы, ол вообще ойлайды С жауабы дұрыс деп. Яғни ол не істейді? С жауабын жоғары көтереді. Міне осылай 25 оқушыңыз болса, 25 оқушыға осындай парақтар таратып бересіз. Мына парақты сіз басқа сыныпқа да қолдана аласыз. Ол үшін, мысалы, басқа сыныпты ашқан кезде 9В-ны аштыңыз, сіз сабақтарды енгіздіңіз, оқушылардың ат жөнін енгіздіңіз, сізге 1, 2, 3, 4 деп тұрады ғой. Соны сіз осы парақтарда сіз бере аласыз. 9В-ға да, 5В-ға да, 6А-ға да барлығына бере аласыздар. Бұл парақты сіз қайта-қайта әр сыныпқа шығармайсыз. Өйткені бұл нөмірлер әр оқушыға тән. Мысалы, 9В-да бұл Дастанға тән, 5А-да бұл Маржанға тән. Осы цифрға қарап әр оқушы жауап береді әр сыныпта. Сондықтан мына шығарып алған парақты жаңағы нетіп қойсаңыздар болады, скотчтап, немесе ламинировать етіп қоюларыңызға болады. Енді түсініктірек болған шығар деп ойлаймын. Мына цифр әр оқушыға тән. Алдында айттым, сіздерге шығарып алыңыздар басында, чтобы қателесіп кетпеу үшін деп. Міне 2 деп тұр. Бұл әр оқушының өздерінің жеке цифры. Ал мынау тұрған Д, С, В, А бұл жауаптар. Дұрыс жауапты жоғары қаратып көрсетеді. Д жауабы дұрыс десе осылай. А жауабы дұрыс десе былай көрсетеді. Енді түсінікті ме әріптестер? Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза беріңіздер. Міне қолданып көріңіздер. Өте оңай. Бұлай жауабын көрсетті, тақтаға шығады. Жаңағы кім жауап берді? Мысалы, Дастан жауап берді. Мысалы, қарайсыз, Айжан жауап берді. Бүйтіп Айжан көрсетсе, осы Д жауабын Айжан жауап берді. Барлығы тез былай сканерлейсіз телефонмен болды. Оқушыларға ешқандай да телефон керек емес. Тек қана осы парақша болды. Сізде ғана телефон болу керек, сізде ғана Плейкерс бағдарламасы болу керек. Міне, осындай. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, неге комментарийға жаза беріңіздер. Енді толығырақ түсінікті болды деп ойлаймын. Барлықтарыңызға сәттілік.